Қандай да бір ғимаратты қызыл жалын шарпыса, бірінші кезекте өрт сөндірушілер асыға жетеді. Сөйтіп жеке құрам тілсіз жауды тізгіндеп, қайғылы жағдайға тосқауыл болады. Адам өміріне төнген қауіптің беті қайтқасын, оқиғаның себеп салдары анықтала бастайды. Мамандар куәгерлердің пікіріне сүйеніп, алдын ала болжамдар жасайды. Бірақ нақты қорытынды өрт сынақ зертханасының тексерісінен кейін белгілі болады. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өрт сынақ зертханасы 20 жылдан астам уақыт қызмет етіп келеді. Осы аралықта мекеме мамандары түрлі оқиғаны тексеріп, қорытынды шығарған. Мәселен, өткен жылы қаладағы Исатай базарында болған жағдай. Мұнда жұрт сауда орнын біреулер әдейі өртеп жіберді деп болжам жасаған еді. Алайда зертхана қызметкерлері мүлдем бөлек қорытынды шығарды. Өткен жылы Исатай базарында өрт болған. Соқта зерттеу барысында анықталды. Қысқа тұйықтана электрический удлинитель әр дұрыстап қосылмаған. Соқтан қысқа тұйықтан анықтап, нағыз зерттеп, өрт қорытындысын бергенбіз. Мекеме 2013 жылы қажетті құрал жабдықтарға қол жеткізген. Соның арқасында қазір өрт оқиғасын зерттеу әлдеқайда тиімді болып отыр. Мәселен, мына құрылғы небары бірер секундтың ішінде оттың қасақана қойылғанын анықтай алады. Сондай-ақ зертхана шақырылымға шұғыл жететін автокөлікпен қамтамасыз етілген. Бұл автокөлік арнайы өрт шыққан жерлерге жету үшін, қызметкерлердің жету үшін арналған. Бұның ішінде өртті зерттеуге құрал жабдықтармен жабдықталған. Ішінде өзінің арнайы құралдары бар, толық қамтамасыз етілген. Сондай-ақ мамандар соңғы уақытта жеке үйлерде өрт оқиғасының жиілеп кеткенін алға тартты. Ал оған себеп электр сымдарының қысқа тұйықталуы екен. Сондықтан құтқарушылар тозығы жеткен ток көздерін ауыстырып, қауіпсіздік талаптарына бейжай қарамауға шақырады. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Мұрат Адинаев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.